Қазақ Алашұлы деген жігіт айтады, бұл жігіт өзі бір ылғи бір сұрақ қойып отырады. Қазақ ССР ғылым академигі, археолог, ғалым, тарихшы Әлкей Марғұлан 1256 жылы шығыс Найман мен Керейді өзіне қосып, соған сайланғанда ертістің батысында 80 шақырым жерде орналасқан Шыңғыстауда Қарақорым деген ордасын қалыптастырды. Ал бұл кішкене қателік бар бұл жерде. Бұл жерде қателік бар. 1206 жылғы Шыңғысхан өзі сол жаңа Орхон бойында атақты қасиетті таулар бар ғой, сол жерде өткізген Шыңғысхан мемлекетін жариялауды. Ал енді Қарақорым аталатын жер бар, ол біздің мына Қызылордадан Жезқазғанға қарай шықсаңыз, Ұлытау жолыменен сол жерде. Сонда бірнеше ескі жерлерді көресіз. Оң жағыңыздан сіздің бір ғажап дүниелер кездеседі. Соның бірі Таңбалжар. Ана қазақ хандық болып бөлінген уақытында, өзбек хандығынан бөліндік қой біз. Сол уақытта, Ордадан бөлінген уақытымызда Жәнібекке бастап сол жерде ант берген жер бар. 1430 жылдары қазақ хандығы сол жерден басталады. Таңбалжардан басталады. Сол жерде ант берген, ру таңбаларын Таңбалтастың бетіне салған. Сол жерде Қарақорым деген, Алатағы Қарақорым деген жерлер бар. Белең-ана деген жерлер бар. Маған сол Қарақорым қызықты, шын айтқанда. Ал енді Шыңғысхан, Жошыхан әңгімелерінде ертіс бойы айтылады, ертіс бойында. Бірақ енді географиялық әдебиетте ертіс бойы дегенге біздің Ұлытауды да қосып жібереді. Өйткені негізгі ориентир карталарда өзендер болады. Мәселен, Сырдария деп те айтылады, Ямыс ертіс деп айтылады. Осы екі ортадағы кеңістік өзен атымен кіріп кете береді. Ертістің жоғарғы саласы бұл Найман мемлекетінің жері, Алтай. Алтай тұтас Найман хандығының жері болған жерлер. Сондықтан Наймандарды жеңгеннен кейін, Найман хандығын жеңгеннен кейін ғана Шыңғысхан өзін хандық мемлекет деп жариялады, өзін хахан деп жариялады. Оған дейін оның жариялау құқы болған жоқ. Шыңғысханның алғашқы пайдаланған мөрі бұл Найман хандығының мөрі болды. Тататунға. Сол Шыңғысхан канцеляриясының негізін салған, сол Найман мемлекетінде жұмыс жасаған, Найман ордасында канцелярияны басқарған ұйғыр Тататунға деген адам. Сондықтан соған байланысты аталуы мүмкін. Қарақорымда сол ескі Найман ханының жері. Қызылордадағы Қарақорымды Қаңлы астанасы деп бәлки. Мүмкін. Бұның мәселені айтып отырмын ғой. Алатағы, Таңбалжар, Қарақорым, осы үшеуінде үлкен бір құпиялар жатыр. Бұл жерде бір кешенді экспедициялар керек. Енді Найман империясы болды деп айтуға болатын шығар. Өйткені маңайындағы елдердің барлығы Найман мемлекетіне бағынышты болды. Айтып отырмын ғой, Шыңғысханның өзі маңайындағы 10 шақты шағын хандықтарды барлығын тасталқан қылып жеңді. Сонда да өзін мемлекет деп, өзін хахан деп айта алмады. Тек қана Наймандарды 1204 жылы жеңгеннен кейін ғана ол өзін хахан деп атады. Мемлекет деп атады өзін. Мемлекеттің құрылысын бастады. Сондықтан да енді бұл мәселеге әлі де оралып көруге болады.